Қайырлы күн, Қазақ ұлттық университетінің студенттері. Бүгін бізде қонақта философия және саясаттану факультетінің 4-ші курс студенті Слапек Ернар Марытбекұлы қонақ болып келіп отыр. Қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік бауырым. Қалай жеттіңіз? Жақсы, альхамдулилля. Қалай өздеріңіз бәрі жақсы ма? Жақсы, шүкір. Өте керемет. Сіз өзіңізді бірінші алдымен өзіңіздің аудиторияны таныстырып өтсек, Аха, жақсы. Барлықтарына қайырлы күн. Құрметті қазудың жастары, көрермендер. Мен жалпы Слапек Ернар Марытбекұлы, негізінен жалпы киелі екінші Мекке аталып жүрген Түркістан облысынан және ата жауымыз біздің жоңғарларға қарсы біріккен ата бабаларымыз Ордабасы деген ауданнан және төрткүл дүниеге қазақтың атын шығарған Қажымұқан Мұңайтпасұлы бабамыз жерленген ауылдан болам. Жалпы өзімді таныстырып өтетін болсам, бүгінгі таңда негізінен бизнеспен айналысамын және де осы қазудың 4-ші курс студенті болып табыламын. Қысқаша осылай жалпы. Сіздің жетістіктеріңіз бірі кітап аудару болды. Кітаптың атауы қалай? Кітаптың қазақша атауы «Өмірде шектеу жоқ». Орысшасы «Жизнь без границ». Иә, «Жизнь без границ». Осы кітапты аударудағы басты мақсатыңыз не болды, айтып кетіңізші? Жалпы «Өмірде шектеу жоқ» кітабын аудармай тұрып, мен негізінен осы 2-ші курс, 3-ші курстардан бастап, мына өзіміздің Гоголядағы Меломан кітап дүкеніне барып жүрдім. Сол жерде кітапты оқып, орысша кітаптарды көп оқыдым. Және Меломан кітап дүкеніндегі менің әрқашан байқайтын нәрсем, ол жерде көбінесе орыстар көп кітап оқуға келетін еді. Және олар кітап оқуға келеді, сонымен қатар өздерімен кішкене балаларын да келеді. Одан соң мен оқып отырам, мен де орысша кітап оқып отырам, айналамдағылар да орысша кітап оқып отырады, бірақ қазақтар ол жерде өте аз болды. Біріншіден. Екіншіден, қазақтар келеді, бірақ орыс тілді қазақтар, олар да өкінішке орай орысша кітап оқиды. Содан соң менде мынадай идея туындады, неге мен сияқты ауылдан шыққан жалпы қарапайым қазақтың балалары Меломан дүкеніне келгенде, олар орысша оқу керек. Неге бізде қазақша кітаптар осы Меломан дүкенінде тұрмасқа? Олар бәлкім мен сияқты орысша білмейтін шығар, орысша білмейтіндер сонда ғаламның ең жақсы деген білімдерін ала алмайды ма сонда? Оларда алуға құқы бар ғой деген сондай идея келді. Одан соң жаңағыдай ойымды қорыта келе, мен осыған не жасай аламын? Мен басында көбінесе сынап, анау жаман, мынау жаман дегенде қазақтар құмар келеді, соның бірі мен болғам. Бірақ сол сәтте мен өзім амал жасайын деп шештім. Амал жасап, мен өзім бір үлес қоссам болады ғой дедім. Сонымен менде қабілетімде жалпы қазақша жақсы жеткізе аламын және орысшадан жақсы былайша түсінемін. Сол екеуін қостында синергия болды ол жерде. Сонымен мен аударамын деп шештім. Сөйтіп жаңағы кітапты аудардым, былайша айтқанда. Ең басты мақсатым ол жерде сол қазақы аудиторияға тамаша бір кітапты сыйлау. Және де ол кітаптың басты ерекшелігі өмірде шектеу жоқ деп қойған себебім жалпы ол қандастардың бойындағы жаңа үрейді барлығын жеңуге көмектессе екен деген болды. Өте керемет. Бұл кітапты аударуда қиындықтар болды ма? Кітапты аударуда қиындықтар негізінен мен үшін енді аса бір қатты қиындық деп айта алмаймын, бірақ сырт көз сыншы дейді біздің қазақ халқы. Сырт көзге менен сұрап жатады, қалай аудардың деген кезде мен жауап берем. Соны айтып, қандастарымыз жалпы мәссаған солай сонша сағат арнадың ба деп жатады. Енді соны айтып өтейін, мен күніне 10 сағат арнадым. Күніне 10 сағат арнадым, сағат таңғы 9-дан түскі 1-ге дейін 4 сағат аударатынмын. Одан соң түскі 1-ден сағат 2-ге дейін намазымды оқып аламын және обедімді ішіп аламын да. Одан соң кешке дейін тағы 5 сағат аударамын. Мен үшін бұл қатты қиындық болған жоқ. Неге? Өйткені мен алдыма мақсат қойғандықтан жалпы визуализация деген нәрсе болады. Мен соны көз алдыма елестеттім. Кітабым шығып, оны қандастарым оқып, өздеріне мотивация алып, жаңа Ник Вуйчичтен үлгі алып, бізде солай жасай алмаймыз ба? Осындай адам, мүмкіндігі шектеулі адам осылай жасап жатқан кезде біз неге жасай алмаймыз деп, оларда ұмтылса екен деген мен көз алдыма елестеткен кезде, мен былайша айтқанда ұйықтай алмадым. Сөйтіп күндіз түні аудардым, енді түнде емес, әсіресе күндіз 10 сағат арнадым. Мен үшін қиындық деп айта алмаймын, дегенмен сырттағы адамдар күніне 10 сағат арнадың ба, көзің ауырған жоқ па деп айтып жатады. Өте керемет. Ал енді кітап тақырыбын алып өткен шаққа оралайық. Оқушы жылдар қандай болды?
студент кездегідей белсенді болдыңыз ба? Жалпы мен оқушы кезімде белсенді болдым, бірақ белсенді болды дегенде ол мына медалдың екі жағы бар дейді ғой. Сол сияқты мен кері бағытта өзім солай санаймын, белсенді болдым. Мен мектепті қызылға бітірдім, альхамдулилля, және де мен мектепте көптеген КВН жарыстарына қатыстым. Өлең оқуға қатыстым, одан соң әртүрлі жаңағы көріністерге қатыстым. Соның ішінде мен белсенді болдым енді бір көзге қарағанда, бірақ өз басым сайқы мазақ дүниелерді мен мүлде қазір қолдамаймын. Ол қазаққа ешқандай қажеті жоқ дүниелер. Әсіресе КВН, жаңағы әзіл-сықақты нәрселер, вайындар, ешқандай пайдасы жоқ вайындар, осылардың барлығы қажет болмағандықтан мен соларға қатыстым, бір жағынан белсенді болдым, бірақ оны мен өзім көңілім толмайды былайша айтқанда. Сол жағынан айтқанда енді бірақ ол өмірімде өте көп пайдасын тигізді. Өйткені мен ашылдым, халықпен жұмыс жасап үйрендім, сол жағынан белсенді болдым. Ал былайша айтқанда оқушы кездегі Ернардан қазіргі Ернар мүлде басқаша. Ал белсенділік тұрғысынан алған кезде енді ол кезде де белсенді болдым. Мен көптеген грамоталар алдым. Сол былайша айтқанда ұқсас ол жағынан. Ернар белсенділік деген екеуі синоним дейсің. Иә, синоним деп айтуға болады. Өмірдегі белсенділігіңізді сіз Инстаграм арқылы көп бөлісесіз бе, әлде YouTube арқылы ма? Мен соңғы кездері YouTube'қа көбірек көштім, Инстаграмды былайша айтқанда қойдым, өйткені қазір жалпы интернетте контент видеоға кетті. Мәселен, қазір қарап отырсақ, осы видео форматта алып отырмыз ғой. Бұрын бұндай сұхбаттарды газетке шығаратын еді. Газетке шығарып, газетті оны біздің ата-әжелеріміз бүйтіп алып оқып отыратын еді. Ал қазір газет журналды ешкім оқымайды, сол сияқты ол газет журнал былай тұрсын, Инстаграмның өзін оқуға ерінеді. Мен көріп отқан аудитория түсінеді деп ойлаймын. Инстаграмды оқып, листать етеді да, кішкене көріп, ары қарай өтіп кетеді. Немесе фотоның өзін қазір қабылдау халыққа өте ауыр былайша айтқанда. Сондықтан видео контентке кеткендіктен мен де трендті түсініп, бірден видеоға қарай ауыстым. Сондықтан қазіргі таңда мен YouTube арналарын жүргізіп жатырмын. Біреуі ауыл шаруашылығы деген YouTube арнам. Ол жерде жалпы біздің агро потенциалымызды халыққа түсіндіріп, соны дамытып жатырмын. Ал екіншісі өзім Ернар Education деген YouTube арнам. Ол жерде өзімнің осы өмірлік тәжірибелеріммен бөлісемін. Сол себепті қазіргі таңда мен көбінесе YouTube'да белсендімін. Инстаграмда енді историяға былайша салып қоямын, андасында өзімнің нелермен бөлісіп қоямын, бірақ ол жақта қатты белсенді емеспін. Негізі жалпы барлығы YouTube'қа көшеді деп ойлаймын өзім. Сонда қазір де сіз Инстаграмнан гөрі YouTube'да көп отырасыз, иә? Иә, мен YouTube'пен көп жұмыс жасаймын. Енді универге келсек, бірінші курстағы Ернар мен төртінші курстағы Ернардың айырмашылығын айтып беріңізші. Жалпы бірінші курстағы Ернар ол әлі білімге аш Ернар еді. Әлі білімге аш, көп оқысам, көп білсем деп тұратын еді. Одан соң бірінші курстағы Ернардың ең басты былайша айтқанда минусы ол Ернар намаз оқымайтын Ернар еді. Ол Ернар көп нәрсені түсінбейтін Ернар еді. Одан соң қазіргі Ернар енді былайша айтқанда көп білімді алып, Аллаға шүкір, көп нәрсені түсініп, көзі ашылған, біраз нәрсені білетін, сондай Ернар деп айтуға болады. Бірақ негізгі менің былайша айтқанда анау переломный момент дейді ғой адам өмірінде. Ол бірінші курс пен төртінші курстың арасында емес, ол менің оқушы кезінде болды. Жаңа өзіңіз айтып өткендей, бірінші курста білімге аш болдым дедіңіз. Білім алу жолында көп еңбектендіңіз, іздендіңіз. Осы білім алу жолында өзіңізге жұмсаған ең көп инвестицияны айтып өтсеңіз. Енді өзіме жұмсаған ең көп инвестиция айтатын болсақ, бұл негізі инвестиция деген нәрсе ақшалай болады, немесе энергия жағынан болады, әртүрлі болуы мүмкін. Мен өзіме жұмсаған ең көп инвестициям қаржылық тұрғыдан қазір айтам, одан бұрын мен уақыт тұрғысынан айтайын. Уақыт менің өзіме жұмсаған ең көп инвестициям деп айтуға болады. Оның ішінде дәл осы мына жерде тұрған оқу залы, Казудың кітапханасы, сол жерде мен өте көп уақытымды өткіздім. Бірінші курста, екінші курста сол жерде кітап оқыдым. Сол уақыттарым менің Аллаға шүкір өзіме жұмсаған ең көп инвестициям деп айтуыма болады. Ал қаржылай тұрғыдан келетін болсақ, қаржылай тұрғыдан өзіме шамамен 45 мың теңгеге Шомбай онлайнда оқығам. Одан бөлек жалпы кітаптарды сатып алып жатырмыз. Ең көп енді сол деп айтуға болады. Бірақ көбінесе кітапханадан осы жерден жалпы өзіміздің универдің несін пайдаланып оқимын жалпы. Өзіңіз
репетиция құюдан шаршамау керек дейсіз ғой? Дәл солай адам еш уақытта оқудан жалпы шаршамау керек қой. Сіз қазіргі таңда Google компаниясымен жұмыс жасап жатқан екенсіз, иә? Оған қалай жоқтыңыз? Қалай келісімшарт болды? Жалпы Google компаниясы негізінен олар барлығымен онлайн жұмыс жасайды. Олармен представительдермен арнайы кездесіп, ондай переговорлар болған жоқ, бірақ бәрін онлайн түрде шештік. Яғни YouTube арнаны жүргізіп жатқандықтан белгілі бір деңгейге шыққан кезде, мәселен 1000 адам жазылады саған, одан соң 4000 сағат болған кезде просмотр YouTube'та, сол кезде саған олар өздері ұсыныс жасайды. Яғни бізбен жұмыс жаса, YouTube'та контент жасайсың, соның арқасынан ақша табасың дейді. Сонымен мен соны пайдаландым да, осы жақында ғана YouTube'тан өзімнің қаржымды шығардым. Ол өзім үшін өте бір енді адам жемісін көрген кезде жасап жатқан жұмысыңның өзіңе бір ләззат сыйлайтын дүние. Соны алдым. Сол онлайн барлығы былайша айтқанда олармен келіссөз жасалды, партнеркаға отырдық. Сол арқылы енді алдағы уақытта да жұмыс жасаймыз, Алла бұйыртса. Енді осы жасыңызға дейін қанша кітап оқыдыңыз айта аласыз ба? Нақты санын? Мен осы жасыма дейін нақты сан енді есімде жоқ. Жалпы шамамен 100-ден аса кітап оқыдым. Бірінші сыныптан бастап 100-ден аса кітап оқыдым. Оның ішінде негізі оның саны 500-ге дейін барады. Бірақ кітапты былай бөліп қарау керек. Бір кітаптар болады, оны басынан соңына дейін бірденмен оқып шығасың. Бір кітаптар болады, ішінде былайша айтқанда өзегі дейді ғой, сол жерін ғана аласың. Мен басынан аяғына дейін оқып шыққан кітаптарым бірденмен оқып шыққан, былайша айтқанда баса алмай 100-дей деп айтуға болады. Ал ашып, мазмұнын қарап, өзіме керек жерін оқығандардан шамамен 500-дей кітап болады. Осы уақытта дейін 500-ге жуық кітап оқысыз. Өзіңізге, өміріңізге жақын, ойыңызды өзгерткен, өміріңізді өзгерткен кітап жайлы айтып өтсеңіз, қандай кітап? Бұл енді өте менің өмірімдегі ең маңызды сәттер деп айтуға болады. Ол осы 2017 жылы менің 11-ші сынып оқып жүрген кезімде орын алды. Аллаға шүкір, менің әпкем сол кезде, жалпы ол 5 жыл бұрын, мен 5-ші сынып оқитын кезде, ол 11-ші сынып оқитын, сол кезде ол намазға жығылды. Ал мен 11-ші сынып оқитын кезде ол осы тоже Казгуда магистратураны бітіріп атты. Сол кезде ол үйге Алланың қалауымен Құран кәрім кітапты алып келді. Құран кәрімнің қазақша нұсқасын былайша айтқанда тәпсірін алып келді. Одан соң мен сол Құран кәрімді оқи бастадым. Сосын мен дінге келдім бірте-бірте. Құранды оқыған кездегі енді менің былайша айтқанда эмоциямды ол сөзбен айтып жеткізу өте қиын. Өйткені ол менің өмірімді түбегейлі өзгертті, басынан аяғына дейін. Мен 5-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін өте көп сұрақтар болатын басында. Мынау неге мұндай, әсіресе соның біреуі айтып өтейін, көрермендерге де пайдалы болады деп ойлаймын. Мен 5-ші сынып қателеспесем оқып жүрген кезде мен Бақытжан деген досым болды. Және сол досым екеуміз жұма намазға ауылда мешітке баратынбыз. Сонда бірде ол маған мынадай сұрақ қойды. Досым Ернар деді, сен байқайсың ба деді. Біз осы христиандарды деді, кәпір деп айтамыз, олар мұсылман емес деп жалпы солай не істейміз деді. Бірақ деді, мен саған бірден айтайын, осы фильмдерді қарап отырсаң, олар да соңында дұға жасап, амин деп айтады ғой деді. Сосын мен де басында оның несін тыңдадым да ойланып қалдым. Бұл қалай болғаны? Шынында да біз христиандарды мұсылман емес, олар жаңағыдай деп айтамыз. Олардың да сөзі амин, ең сөзін дұғаның соңында айтылатын. Мұсылмандардікі да аумин. Енді екеуі бір сөз ғой. Сонымен менде өте қатты сұрақ туындады басымда. Бұл неге ондай? Одан кейін күмән туындай бастады. Мүмкін біз қателесіп жүрген шығармыз, адасып. Мүмкін христиандардікі дұрыс шығар. Сонымен мен басында әбден сол сұрақтар ойнап келіп, мен соны қалай да білуім керек. Мен бір нәрсеге сұрақ болса, оның жауабын табу керек қой жалпы. Бірақ мен ары іздеймін, бері іздеймін, болмайды, таппаймын. 5-ші сыныптан 11-ші сыныпқа шейін 6 жыл мен сол сұрақтың жауабын іздедім. Таба алмадым. Киноларды көрдім, YouTube шықты, кейін YouTube'ты көрдім, басында анау нелер шықты, агенттер болды, өздері видеолар шығып жүрді. Олардан қарадым, мүлде таппадым, кітапханадан іздедім, таппадым. Сонымен 2017 жылы, арада 6 жыл өткен кезде әпкем Құран кәрімді алып келді. Сол кезде Аллаға сансыз шүкірліктер болсын. Мен Құран кәрімнің алғашқы аяттарын оқи бастағаннан ақ Бақара сүресінде біраз жерге барған кезде сол сұрақтардың былайша айтқанда жауабын таптым.
одан бөлек те менде көптеген сұрақтар болғандығын, олардың барлығын жауабын таптым. Сол себепті менің өмірімді өзгерткен ең ол керемет кітап ол Құран кәрім. Оны барлық адамзатқа Аллах тағала түсірген, оны барлығына оқуға кеңес беремін. Ол енді менің өмірімді, екі дүниедегі өмірімді өзгерткен кітап болды деп айтуға болады, Аллаға шүкір. Ал мынау қаржылық тұрғыдан енді көп адам қазір материальный дүниенің соңында жүгіріп жүр ғой, ақша тапсақ, әйтеуір барлығы нан тапсақ дейді. Ол жағынан келгенде маған әсер еткен кітап ол Роберт Тору Кийосакидің Баяки Кидеяки деген кітабы. Оны көп бизнесмендер оқыған. Ол кітап менің енді өмірімді осы қаржыға деген ойлау жүйемді түбегейлі өзгертті. Осы екі кітапты мен барлығына ұсынамын, оны оқу қажет. Бірінші Құран кәрім, екінші осы Баяки Кидеякені. Одан бөлек, кітаптардан бөлек мен 3 видео ұсынғым келеді. 3 видеоның ең біріншісі Мұхаммед Алидің ең атақты сөзі деген видео бар ютубта. Одан соң екіншісі марқұм Абдуғапар Сманов ұстаздың уақыт қадірі деген, оның авторы негізі оралдық бір ақын ағамыз. Одан соң үшіншісі өнер қырандарының Аллаға шүкіршілік деген видеосы. Осы 3 видео және жаңағы 2 кітап менің өмірімді түбегейлі өзгертті деп айтуға болады. Қандай бағыттардағы кітапты оқығанды жаныңыз сүйеді? Мен енді кітап оқу жалпы мен бірінші сыныптан бастаған кезде, бірінші сыныптан 4-ші сыныпқа дейін шамамен тарихи кітаптарды оқыдым. Одан соң әдеби кітаптарды оқыдым. Сол кезден бастап менің сөйлеу қабілетім жалпы қалыптаса бастады. Одан соң 5-ші сыныптан шамамен 7-8-ші сыныпқа шейін мен география кітаптарын оқыдым. Әлемдік ешқандай түсініктерім қалыптасты. Одан соң 8-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін мен көбінесе мынау биологияны, жаратылыстану ғылымдарын оқыдым. Сосын 10-ші, 11-ші сыныпта Құран кәрімді бастағаннан кейін діни кітаптарды оқыдым. Менің осы Казгудағы қателеспесем 2 жылым, 1-ші курс, 2-ші курсым діни кітаптарды оқуға кетті. Ал қазіргі таңда енді мен осы 2-ші курстан бастап, осы 4-ші курсқа дейін және алдағы уақытта да көбінесе бизнес, яғни іскерлік әдебиетті соларды оқып жатырмын. Бірақ діни кітаптарда арасында жүрегің аш болады, рухани тұрғыда аш болған кезде сол жалпы діни кітаптарда оқып тұрам. Бірақ көбінесе қазір енді осы халыққа пайдасын тигізу үшін, жалпы халықтың кішкене қаржылық сауаттылығын қалыптастыру үшін бизнес әдебиеттерді, яғни іскерлік әдебиеттерді көбірек оқып жатырмын. Рахмет. Ал енді отбасыңыз жайлы. Сіздей дарынды, еңбекқор адамды тәрбиелеген ата-анаңыз қандай адам? Енді мен ата-анама келетін болсақ, ата-анам жалпы мен отбасымда жалпы 3-еміз. Менің алдымда 2 әпкем бар, Аллаға шүкір. Одан соң мен 3-шісімін. Көбісі дәл өзіңді айтып отқан сияқты кенже деп алады, бірақ біз кенжелікті көрген жоқпыз. Альхамдулилля, ол үшін анама Алла разы болсын. Өйткені анам маған кенже балам, ой, Ернар деп басымнан сипаған жоқ. Мен тіпті 5-ші сынып оқитын кезде досым анасы, апасы, әжесі телефон әперді. Ол кезде Express Music деген телефон болатын. Сол Express Musicті әперген кезде мен анама жүгіріп кеп айттым. Анашым, маған телефон әпермейсіз ба дедім. Сол кезде анамның айтқан маған сөзі, ұлым деді, мен саған неге телефон әперуім керек деді. Сөйтіп ол айтты да, сонымен сен өзің жұмыс жасап ал деді. 5-ші сынып оқитын балаға айтылған сөз маған ойымда түбегейлі жарылыс жасады. Сосын енді жұмыс жасау керек. 5-ші сынып оқисың, не жұмыс жасайсың? Сөйтіп мен сол кезден бастап жұмысқа кірдім. Сонда анамның бір сөзі маған қатты әсер етті. Сондықтан анамның осы менің өмірімді өзгерткеніне жалпы тәрбиеде көп рөлі тиді. Көп рөлі ойнады былайша айтқанда. Жалпы біздің дана қазақ халқымыз бекерге айтпайды. Үйдің жақсысы ағашынан, жігіттің жақсысы нағаштан дейді. Сол себепті сен де бойдақсың, мен де бойдақпын. Жалпы үйленетін кезде қызға қатты мән беру керек. Өйткені сенің ұлың болса, ол анасына тартады. Мен де сол сияқты өзім нағашыларыма тартқанмын көбінесе. Бірақ әкемнің маған жалпы өмірімде қалыптасуында да рөлі өте зор болды. Әкемнің есімі Маратбек. Ол кісі өте қарапайым, өте еңбекқор жан болды. Және ең бастысы адал болды. Адал, ешкімнің нанын былайша жемеген, ешкімді жылатпаған жан. Ал көбінесе тәрбие жағынан енді ұлмен жұмыс жасайтын кезде аналардың рөлі басым. Ал анам менің
педагог, мектепте бастауыш пәнінің мұғалімі. Оның сол маған қабілеті дарды деп ойлаймын. Қазіргі таңда осы білімді бөлісіп жатқаным сол анамнан келген қасиет шығар деп өзім санаймын. Керемет. Ал енді қара шаңырағыңыз Қазақ ұлттық университетіне қалай келдіңіз, айтып өтсеңіз? Бала кезден бергі арманыңыз ба, әлде қалай? Мен енді Казгуға қатты бала кезден болған арман деп айта алмаймын. Негізі Алматыға оқуға түсем деген бұл менің басты миссиям болды. Ол 11-ші сыныпта. Өйткені 11-ші сыныпта жаңа діни кітаптарды оқыдым, Құран кәрімді оқып өмірім өзгергеннен кейін мен жемқорлық деген нәрсені былайша өте қатты жек көрдім. Әлде де өте қатты жек көрем. Қазіргі таңда сонымен күресу керек деп ойлаймын. Әрбір қазақтың жас өзің сияқты мәселен жігіттер жемқорлықты бірінші білу керек, одан кейін онымен күресу керек. Пара бермеу керек, алмау керек. Сол бағыттан қараған кезде мен 11-ші сыныпта еш уақытта мен жалпы жемқорлық бар жерге түспеймін дедім оқуға. Сосын маған ұсынды, анам Шымкентке түсті, мен оны ашығын айтам. Шымкентте Алматыға қарағанда көбірек пара алу бар. Оны жасыратын ештеңесі жоқ, ауруын жасырған өледі дейді. Оны айту керек. Шымкентте содан кейін мен Шымкенттің университеттеріне түспеймін дедім. Сосын Алматыға түсем дедім. Одан соң бір әсер еткені осы Алматыға оқуға түсуіме осы тау болды. Мен тауды өте қатты жақсы көрем. Тауға шыққанды жақсы көрем, таудың ауасымен демалған жақсы көрем. Содан соң мен Алматыға оқуға түсемін деп шешім қабылдадым. Соның ішінде енді Қазақ ұлттық университеті Қазақстандағы нөмір 1 университет, ол альма-матер, қара шаңырақ деп жатамыз. Сол себепті ол бала кезден арманым болған жоқ, дегенмен сол 11-ші сыныпта осы Казгуға түссем, Қазақ ұлттық университетінде оқысам, мен бәлкім көп дүние алатын шығармын деген сондай ой болды. Сосын ол Казгуға түсуімнің өзі бір хикая деп айтуға болады. Оны мен жақында оқушы от бол деген кітап жаздым. Оқушылар аудиториясына арналған, жастарға да оқуға болады, студенттерге де. Сол жерде мен ол жөнінде кеңірек тоқталып айтып өттім. Қысқаша айтып өтсеңіз біздің аудиториямызға. Кітабым жайлы айтып өтетін болсам, оқушы от бол кітабы негізінен оқушыларға арналған. Бүгінгі таңда оқушыларда да жаңағыдай өздеріне олар көбінесе шектеу қойып қояды. Мен мынаны жасасам ұят болады, мынаны жасасам дұрыс емес шығар, күлетін шығар, маған жұрттың бәрі күледі, барлығы күледі. Сен бірдеңе жасап жатқан кезде басында күледі, түсінбейді, сен қуасың ба, не істеп жатсың, бізде қазақтар сондай. Сондықтан оқушы кезден талпыну керек. Мәселен, сендерде қазір осы студияны жасап, ұмтылғандардың өзі өте керемет дүние. Үстіп, былайша айтқанда практиковать етіп, ертең сендер бәлкім мықты біздің Қазақстандағы журналистердің бірі болатын жасындар. Аман Тасыған ағамыз сияқты, одан соң Нұрсейіт Жылқышыбай деген ағамыз бар. Солар сияқты мықты журналист болып отыруларыңа болады. Сондай жалынды жастарға деген, былайша айтқанда, оқушы от болыңдар, еш уақытта қазақтар ынжық болмайық, ұялып қалмайық деген немен тақырып солай қойдым. Бірақ оның ішінде Аллаға шүкір өте көп дүниелер бар. Ал енді өзіңіздің бойыңыздағы бағалайтын үш қасиетіңізді айтып өтсеңіз. Менің өзімнің бойымда бағалайтын үш қасиетімнің ең біріншісі, альхамдулилля, Аллаға шүкір, ол Аллах Тағала маған нәсіп еткен деп ойлаймын. Ол имандылық. Одан соң екінші амбициозность дейді орысша. Ол үлкен нәрселерді армандау. Мәселен, менің өзімнің үлкен миссиям бар. Өзім жалпы миссиям негізі менің қысқаша айтатын болсақ, білім ал, бәрін біліп ал, білгеніңмен бөліс және биіктерді бірге бағындыр. Бұл менің өмірлік миссиям. Ал енді өмірлік жалпы мақсатыма келетін болсақ, алда арманыма келетін болсақ, ол Қазақстанды агродержаваға айналдыру. Қазақстан агродержаваға айнала алады, өйткені бізде ұлан ғайыр Аллах Тағала нәсіп еткен, ата-бабаларымыз қанмен, термен қорғап қалған жер бар. Сол жерді біз игеруіміз керек. Сол жерді игерсек, Алла бұйыртса, біздің Қазақстан өсет, өркендейді. Былайша айтқан кезде біздің Қазақстан сол менің басты арманым, яғни содан шығатын қорытынды бұл менің қабілетім, яғни үлкен нәрсені армандау.
ол амбициозность дейді, енді қазақшасын аударатын шығармын жақында, бірақ қазірше таппай жүрмін. Енді үлкен істі жасауға ұмтылу. Одан соң үшінші қасиетім ол енді менің аш болатыным шығар. Ол тамаққа аш болу емес, мен тамақты қатты көп жемеймін, бірақ білімге ашпын. Әлде де тоймаймын. Адам негізі өмір бойы оқу керек. Өйткені Аллах Тағала Құран кәрімде алғашқы сүреде иқро дейді, яғни оқы дейді. Пайғамбар исламға соны түсірген кезде солай бастаған. Ол деген сөз адам өмір бойы оқып отыру керек. Сол үшінші қабілетім менің өмір бойы былайша айтқанда қасиетім оқуға деген аш болып жүруім шығар. Иә, білімге деген аш болу. Арылғыңыз келетін үш қасиетіңізді айтсаңыз енді. Енді арылғым келетін қасиеттерім өте негізі көп деп айтуға болады, енді өзімнің ішімде. Бірақ жалпы халыққа түсінікті болу үшін айтатын болсам, ең бірінші жалпы мен өте қаталдаумын. Өзімнің жалпы бизнесте, өзім айналамыма енді көп нәрсені талап етем. Халықтан көп талап етем. Енді түсінуге болады, халықта әзірге білім жетіспей жатады, бірақ мен халқымнан көбінесе талап етемін, және оған Аллах Тағала бізге мүмкіндік беріп қойған. Сол негізі көп жерде маған айтады, Ернар, сен тым қатты талап қоясың, оны жаңағы адамдар сен сияқты емес қой деп жатады да көбісі маған. Енді мен айтам, мен ешқандай бір менің 13 мүшем жоқ, немесе 2 басым жоқ. Кез келген қазақтың азаматы, кез келген мұсылман жасауға болады деп санаймын. Өзімнің сол енді қатты да минус деп айтуға болмайтын шығар, бірақ енді шектен тыс агрессор болғым келмейді. Өйткені мұсылман адам ол жұмсақ болу керек, мейірімді болу керек. Сол бірінші менің арылғым келетін қасиет. Екінші арылғым келетін қасиет ол ашу шаңдық деп ойлаймын. Көп қатты енді ашуланып кетемін. Енді соңғы кездері альхамдулилля мен орнымен ашуланатын болдым. Бұрындары орынсызда ашуланып қоятын шығармын. Негізі ол сабырлық деген нәрсе өте маңызды нәрсе. Иманның жартысы сабыр деп бекер айтпайды. Сондықтан сабырлы бола білу керек деп өзім тәрбиелеп жатырмын соңғы кездері. Сол екінші ашуланшақтық. Үшінші енді бұл болдым деген нәрсе. Ол өте жаман нәрсе. Мен кішкене бір жетістікке жетсем, сондай нәрсе бойымды билеп кетеді кейде. Ернар, сен осыны жасадың, сен бұрын қандай ең, бұны жасай алмаушы ең, осыны жасай алдың. Жақында мысалы ауылға барған кезде атқа міне алмайтын. Бұрын енді мінетін бала кезінде, соңғы кезде міне алмайтын. Сосын мінгеннен кейін, о міне Ернар, сен атқа да міне алдың. Жаңа кітапты аударған кезде көп адамның былайша айтқанда ойы маған деген өзгерді. Көзқарасы өзгерді. Мәссаған Ернар кітап аударыпты деді. Сол кезде кішкене анау оны ібіліс салады адам ішіне. Сен өзіңді тәкаппаршыл болып кетуің мүмкін да. Иә, жұлдыз ауруы. Ол негізі өте жаман нәрсе. Мен сонымен қатты күресем. Енді үшіншісі сол деп айтуға болады. Жақсы. Ал сіз саяхаттағанды ұнатасыз ба? Саяхаттағанды әрине өте қатты жақсы көремін деп айтуға болады. Бала кезімнен сол жаңа географияны оқығандағы сол Христофор Колумб, одан соң Фернан Магеллан дегендерді оқып, мен де сондай саяхат жасасам екен деп армандайтынмын. Одан соң кейіннен кейін саяхат жасау үшін ол қазіргі тілмен айтқанда капиталистік нарықта ақша керек. Сондықтан мен қаржы табуға тырысып жатырмын. Ең әуелі өзім емес, ата-анамды саяхаттатқым келеді. Алла бұйыртса, оларды қажылыққа жібергім келеді. Өзім жалпы әлемнің көптеген елдерінде болғым келеді. Соның ішінде өзімде иншалла кіші қажылыққа, одан соң үлкен қажылыққа барғым келеді. Енді Аллах Тағала нәсіп етіп жатса, қаржы жақсы тауып жатсам, басқа да әлемнің елдерін жалпы саяхаттау ойымда бар. Өте қатты жақсы көремін. Енді алғаш барған мемлекетіңіз немесе қалаңыз? Енді бұл жағынан айтатын болсақ, қазіргі таңда мен негізі басым қаржымның көбісін өзіме салып жатырмын. Өзіме болғанда өзім емес, өзімнің жобаларыма салып жатырмын. Бизнестеріме, жылжымайтын мүлікке, одан соң акция дейді, былайша айтқанда инвестиция әлемінде, соларға салып жатырмын. Ал жалпы енді алдағы уақытта мен саяхаттағым келеді, және бұған дейін негізінен
өзім осы елдің ішінде саяхаттап жүрмін жалпы. Ол қарапайым доступны, кез келген студентке доступны. Мәселен, осы Казгуда оқыған 3-4 жылдың ішінде мынау Шымбұлаққа жаяу шығам. Шымбұлақтан ары тіпті Қырғызстанмен шекараға дейін жаяу шыққан кездерім болды. Сосын адамдар таңғалып сұрап жатады, бір өзің шыға бересің ба деп. Енді бір өзің, құлағыма шынайы болған нәрсе, бұл ойдан шығармағам ешқандай. Құлағыма жаңағы аудио книгалар бар, соларды тығып алып, одан соң құлаққаппен соны тыңдап тауға дейін шығып қайтатынмын. Сол елдің ішінде саяхаттап жүрмін қазір. Өзім жақында Түркістанға барып қайттым, Түркістан облыс орталығы болып дамып жатыр. Алдағы уақытта енді Алла бұйыртса басқа елдерге де шығамын деп ойлаймын. Ал енді сіз жеткен жетістіктеріңіз көп екен. Қазақ ұлттық университетінің жастарына, студенттеріңізге берер ақыл ой кеңесіңіз бар ма? Қазақ ұлттық университетінің студенттеріне, жалпы қазақтың жастарына айтқым келеді. Негізінен біздің осы университеттің жастарына айтатын болсам, кітапхананы максималды түрде пайдалану керек. Өйткені біздің Қазақ ұлттық университетінің кітапханасының қоры ол орталық Азиядағы емес, тіпті ТМД-дағы, қателеспесем, ең үлкен кітап қоры. Осы кітапхананың астында, егер білмейтіндер болса, барып көруге болады. Подвал бар. Сол подвалда өте үлкен кеңестер одағы кезінен жиналып жатқан кітап қоры бар. Соны жастар біздің барып көрсін, және осы кітап оқу залының өз бірінші жетеді. Сол жерде кітаптардың ең қажет деген адам өзіне соларды оқу керек. Оны сіздерге де ұсынам. Одан соң ұсынатын нәрсем, адам еш уақытта білім алудан еш уақытта тоқтамау керек. Әрқашан аш болу керек. Және ең маңыздысы, одан да маңыздысы, ол ешқандай шек келмейді. Ол ең біріншісі имандылықты былайша арттыру керек. Аллах Тағаланың тура жолына келу керек. Мұсылмандықты шынайы біліммен жасау керек. Оны қазіргі таңда Қайрат Жолдыбайұлы секілді ағаларымыз жақсы түсіндіріп жүр ағартушылық саласында. Сол себепті ең бірінші айтатыным, жалпы мен 5 нәрсені ұсынғым келеді. Ол өте маңызды дүниелер. Ең бірінші, адам бойында имандылықты дамыту керек. Одан соң екінші, ол денсаулық. Денсаулықты былайша айтқанда дамытып отыру керек. Үшінші, оны негізі былайша айтқанда ортада ол білім, ол алдыңғы екеуіне де өте қатысты. Білім болмаса адасып кетуің мүмкін, жаңағы сәләфит болып, сақалыңды өсіріп, балаң қысқартып, Сирияға кетіп қалу қаупі бар. Білімсіз болса имандылық. Одан өкінішке орай бізде қазір қорқат көбісі. Менің сақалымды көріп те қорқу мүмкін, сіз осында дінге кіріп кеткенсің ба деп. Бізде қатты жалпы қорқып жатыр. Ол бірақ білімсіздіктен қорқып жатыр. Егер білсе, секта не, былайша айтқанда содырлардың не екенін, ал мына жақта шынайы Аллах Тағаланың дінінің не екенін білетін болса, ол қауіпті емес. Сондықтан бірінші сол білімді пайдалана отырып имандылықты дамыту керек. Одан кейін екінші денсаулыққа қарау керек. Денсаулық өте маңызды. Денің сау болмаса, саған ештеңе маңызды болмай қалады. Сондықтан үшіншісі ол білім алдыңғы екеуіне қатысты, одан кейінгі екеуіне де қатысты. Яғни үшіншісі білім болса, төртіншісі ол қарым-қатынас және эмоция. Бұл да өте маңызды нәрсе. Бұл үлкен енді лекцияны талап етеді. Мен аудиторияға айтайын, Ернар Education деген YouTube арнама кірсеңіздер, сол жерде мен толығырақ айтып түсіндіргем. Енді сұхбаттың барысында бұл 3-4 сағат сұхбат болмайды, сол себепті қысқа ғана айтып жатырмын. Қарым-қатынас деген басқаны адамдармен жақсы мәміледе болу. Ол отбасыңмен, өзіңнің кейін мысалы жарың болса, сол жарыңмен, ата-анаңмен ең әуелі мәселен, солармен дұрыс қарым-қатынас жасай білу керек. Және оларға әсер ететін нәрсе эмоция. Эмоцияны адам жаңағы иманның жартысы сабырлы бола білу керек. Ал сен ашуланшақ болсаң, біреу саған бірдеңе айтса, айқайлап берсең, сен өзің ұстай алмасаң, былайша айтқанда, ол деген нәрсе өте үлкен проблема. Сол себепті адам бірінші өзінің эмоциясын басқара білу керек, және де қарым-қатынасты дұрыс жасай білу керек адамдармен. Бесіншісі, бұл енді қазір өкінішке орай осы шықсақ, мен өткенде анам айтады, Ернар дейді, ұшқан құста, жүгірген аңда, барлығы да өзінің тамағы үшін жүгіріп жүр ғой дейді. Сөйтіп мен айттым, анашым, ол сіздің айтқаныңыз дұрыс емес. Негізі бірінші адам ішкі
жанның азығын беру керек дедім. Өйткені бізде қазақтарда мысалы айтады, тән азығымен жүгіреді да көбісі. Тамақ ішсек, жесек деп ұмтылады. Өкінішке орай одан бұрын жанның азығын беру керек. Сол себепті қаржы деп жүр барлығы. Нан тапсақ, тамақ жесек деп. Бірақ мен сол имандылықты қайттан айналдырып айтам, соны дамыту керек. Енді сол қаржылық, ол ақша, былай айтқанда, сол бесінші нәрсе ол. Оны мен айтпасам да, оны көріп отқан адамдар да, мәселен менің осы көріп отқан аудитория, не үшін көріп отыр деген нәрсені айтатын болсақ, көбісі жетсек деп көреді. Осы ағамыз сияқты болсақ деп көреді, мәселен оны мен ішкі жан дүниесін білем, өйткені мен өзім де көрем. Мықты ағаларымыздың сұхбаттарын көрем, солардан білгендерін алуға тырысам. Бірақ түбінде көп қандастарымыздан байқайтыным, олар жаңағы мен де ақша тапсам, мен де бай болсам, мен де сөйтіп мәселен кітап аударсам деп еліктеуі мүмкін ғой енді. Сөйтіп ұмтылады. Бірақ ол бірінші нәрсе емес, ол бесінші орында тұрады. Ал бірінші ол имандылықты арттыру керек. Егер имандылықты арттыратын болса, Аллах тағала өз берекесін береді иншалла. Қай салада өзіңізді білікті маман деп санайсыз? Енді бұл шынында да менің өте көп басымды ауыртқан нәрсе. Бұл қазіргі таңда өте үлкен проблема деп айтуға болады. Көптеген мәселен осы қазудың жастары болсын, басқа студент жастары болсын, көбісі адасып оқуға түседі. Бұл менің күресіп, бірақ үлгере алмай жатқан бағытым. Көбісі жақсы көрмей түседі да, одан соң кейін басы қатып жүреді. Мен өзім мамандым жақсы көрмеймін, енді әке-шешем үшін оқып жүрмін, әке-шешем көңілін қалдырмау үшін, немесе жаңағы әйтеуір диплом керек, ертең жейтін наның деп әке-шешесі құлағына құяды. Сондай бағытта былайша айтқанда көбісі жүр, жастардың көбісі. Сосын мен де өкінішке орай сөйтіп жүрдім басында. Сөйтсем Аллах тағалаға сансыз шүкірліктер болсын, Раббым маған өзімнің немді, бағытымды әкеле жатыр екен да. Мен ана саланы көрдім, мына саланы көрдім. Қазіргі таңда мен 5-6 проектімен жұмыс жасап жатырмын. Мәселен айтып өтетін болсам, қысқа ғана ол енді университет оқуды шетке қойын, 2 YouTube каналды жүргізіп жатырмын. Біреуі Ернар Education деген өзімнің жеке брендті дамыту барысында жасалып жатқан дүние, және халықты ағартушылық мақсатта. Одан кейін ауыл шаруашылығы деген YouTube арнам бар. Ол жаңағы менің үлкен мақсатым бар. Қазақстанда үлкен ауыл шаруашылығы державасын айналдырған деген. Сол бағытта жалпы ол YouTube арнамды жүргізіп жатырмын. Бұл YouTube каналдар, одан кейін жаңа өмірде шектеу жоқ кітапты Алла бұйыртса алдағы уақытта шығарам. Және оны ары қарай халыққа сатып, оларға жеткізу керек. Одан кейін 4-ші проектім ол оқушы от бол деген кітап. Оны осы сұхбатта айтып отырмын. Мен көптеген жастар көріп отыр. Олар да жақсы дүние болған соң алсын деп жатқан ниетім. 4-еу, одан соң 5-шісі ол менің өзімнің реальный бизнесім. Ол АОС деген агрокомпанияның қазіргі таңда директорымын. Сол агрокомпаниям арқылы мен органикалық тыңайтқыш өндіріп жатырмын. Биогумус деген тыңайтқышты өндіріп жатырмын. Сол тыңайтқышпен ертең табиғи өнім алуға болады. Қазір селитрамен өсіріп жатыр да көбісі. Сен бауырым Жетісайдам дедің ғой. Жетісайда болса жақсы білесің. Жетісайда барлығы селитраны қолданады. Ол селитра деген адам денсаулығына өте зиян нәрсе. Оны жейді, мәселен селитрамен өскенде селитраның құрамында нитрат болады. Нитратты жеген адамның құрамына түседі да, ол адамның иммунитеті ослабетеді. Содан кейін жаңа коронавирус сияқты, мысалы енді шоу болып жатқан ауру келген кезде біздің көптеген жақсы ағаларымыз өкінішке орай дүниеден озып кетті. Оған негізі коронавирус әсер еткен жоқ, оған адамдардың денсаулығының нашар болуы әсер етті. Өйткені ауырды көбісі, аман қалды. Неге? Өйткені олар спортпен айналысқан, денсаулықтарына қараған адамдар ауырды да қайттан жазылды. Ал денсаулығына қарамаған адамдар өкінішке орай ауырды. Ал ол денсаулыққа қарау бар, және тұтынып жатқан тамақ бар. Мен сол органикалық тыңайтқышпен табиғи өнім алсам деген ниетпен Алла бұйыртса сол компаниямды жүргізіп жатырмын. 6-шы проектім, проект таусылып жатқан жоқ, байқап отырсаң, Павлония деген керемет ағаш бар. Сол ағашты өсіреміз деп жақында Алла бұйыртса өзімнің серіктестерімен сол жобаға инвестиция құяйын деп жатырмыз, қаржы. Міне бұны неге айтып отырмын? Өйткені бұл проектінің барлығын мен основной енді өзім жүргізіп жатырмын.
осыдан шығатын қорытынды көрермендер ойлауы мүмкін, ана салада жүр, мына салада жүр. Көбісі айтады, Ернар бір саланың басын ұста, қазақта сөз бар, екі кеменің басын ұстаған суға кетеді, немесе әр төбеге бар бір бүлдірдің деген тағы бар, бізде айтып жатады мысалы. Ол мен былай санаймын да, негізі менде қазір мүмкіндіктерді өте көп көремін да, өте көп көрем. Ал бір жағынан менің ауылдағы достарым бар, бәріне айтам, беттеріне айтам керек болса, қандастарым айтам, мүмкіндік көрмейді. Жұмыс жоқ дейді да. Ол не деген сөз? Жұмыс жоқ емес, жұмыс бар, мүмкіндік бар. Бізде енді өте көп мүмкіндік бар. Көре білу керек. Көру үшін мықты ағаларымызды тыңдау керек. Мен өзімді, мені көріңдер, ой сұмдық, мен жасап жатырмын демеймін, Алла сақтасын. Мен реально айтайын, Марғұлан Сейсенбай деген ағамызды көру керек. Өйткені ол ағамыз керемет енді мықты тұлға. Ол ағамыздың айтып жатқан салаларын егер ұстайтын болса, мәселен, сен географияда оқимын дедің, географияда оқисың, географияда оқып жүріп, сен қосымша бір кәсіппен айналысуыңа болады. Өйткені сен ертең қалыпты нәрсе, оны Роберт Кийосаки айтады кітабында, егеу құйрық жүгірісі дейді. Сен бітіресің неңді, оқуыңды, сөйтіп дипломыңды аласың да, мектепке немесе неге, сен мұғалімдік пе, педагогический ма, научный ма? Научный ма, жарайды. Научный болса, не Казгудағы аласың, немесе бір научный проекттерді қорғап, түптің түбінде сен жалақы үшін жұмыс істейсің. Дұрыс қой. Сөйтесің да сен не істейсің, сол жалақымен жүресің, ертең үйленесің, бала-шағаң болады. Одан соң саған миың жей бастайды. Ақша жетпей жатыр дейді, әйелің айтады. Балаң айтады, әке, өткен айда осындай әперем дегенің не болды дейді. Сосын сен айтасың, балам жетпей жатыр, келесі ай. Ол не деген сөз? Ол деген сөз саған қаржы жетпейді, өткен сен бір дипломмен жүресің. Сол себепті қосымша табыстың көзін қарастыру керек та. Актив, пассив дегенді үйрену керек мәселен. Оның бәрі YouTube арнамда бар, көрсеңдер болады. Сол сияқты мен көріп отқан жастарға да айтарым, бір мамандықпен қатып қалмай, қосымша кәсіпті жасау керек. Және қосымшаны айтпай тұрып, көбісі айтады, мүмкіндік жоқ, Қазақстанда жоқ. Жаңағы басқалар шыбындардың сөзін естіп алады көбісі. Сөйтеді да айтады, ой, біз билік жасап жатқан жоқ, билік мынандай, билік мұндай, жамандайды билікті. Одан соң қоғамды жамандайды, ой, маған көмектеспейді, ешкім көмектесуге міндетті емес, мысалы. Сосын билік дейді, енді биліктің де мақтайтын жақтары бар, даттайтын жақтары бар. Ол барлық жағынан идеал деп айтамаймын да. Жасап жатқан жақсы дүниелері бар. Сол жақсы дүниелерді алу керек. Одан кейін жаңа ағаларымыз тыңдау керек. Мәселен, Марғұлан Сейсенбай ағамызды, одан соң Қайрат Жолдыбайұлы деген ағамызды мен ұсынамын аудиторияға. Солыны көру керек. Және сол ағаларымыз айтып жатқан мүмкіндіктерді алу керек та, жасау керек. Одан соң сыни пікірді тастау керек. Сухой блатной деген нәрсе өте жаман нәрсе. Не өзің білмейсің, не білген адам тыңдамайсың да. Ол өте жаман нәрсе. Сондықтан жаңа ағаларымыз көру керек, мүмкіндіктерді алу керек та, жасау керек. Сондықтан мен қазір енді басқанда үлгере алмай жатырмын да, бауырым. Шыны керек, ана жобаны жасаймын, мына жобаны жасаймын, қазір осы Алматыда сол тірліктермен жүрмін. Үлгере алмай жатырмын. Уақыт деген өте шектеулі. Сондықтан мен қазір осы мүмкіндікті пайдаланып айтып жатырмын да. Мүмкіндікті көре білу керек. Ал жаңаға сұраққа келетін болсақ, сұрақ мәселен өзіңізді қай салада маманмын деп айтасыз дедіңіз. Енді мен Алла бұйыртса жақсы жоба жасаған сайын халыққа енді таныстыру үшін осы сен сияқты оператор бауырым сияқты жарайсыңдар дегім келеді да. Сендер талмай, шаршамай жасап жатсыңдар. Біреулер үйінде жатыр, біреулер карта ойнап жүр, біреулер PlayStation'де жүр мысалы да. Бос дүниемен айналысып жатыр. Сендер хотя жақсы дүние жасап жатсыңдар. Бауырым оператор жігіт күтіп отыр қазір мысалы. Ол жақсы дүние алып жатыр. Сен тыңдап, сен жақсы дүние алып жатсың. Осылай тыңдау керек та, сосын айтқан нәрсені жасау керек. Кез келген адам үйтіп айта бермейді, бірдеңе жасаған адам айтады, соны тыңдау керек. Енді мен Алла бұйыртса алдағы уақытта басқа да сұхбаттарға барамын деп үміттенемін. Жалпы ол сұхбат енді өзіңнің атағыңды шығару үшін, ой, мен осындай мықты екенмін деген нәрсе емес. Ол сұхбаттың бір жақсысы, мына технологияның пайдасы көбірек адамға жеткізесің. Мәселен, жаңа Марғұлан Сейсенбай деген ағамыз қазақтың аудиториясында көбісі білет, білмейтіндер де бар шығар енді. Бірақ қазір оны СНГ елдері,
СНГ деген ТМД елдері, олар жақсы бағалап жатыр да. Мен оған шынын айтайын, қатты ішім ашиды. Неге? Өйткені орыстар оны бағалап жатыр. Орыстар видеоға түсіріп жатыр, сұхбат алып жатыр. Ана блогер алады, ана блогер алады. Ал бізде Қазақстанда өкінішке орай оны енді алатында, сұхбатқа шақыратында адамдар өте аз. Өйткені біздің халық ұйықтап жатыр да. Ал мына жастардың арасында, мәселен, мен ғана ой сұмдық жасап жатырмын емес қой, бар. Мықты жасап жатқан жастар бар. Жақсы аудитория ұстап отқандар бар. Мәселен, сендер осы шақырып жатсыңдар. Сендер тек қана қазудың ғана емес, басқа жақта да тартыңдар да. Үлкен нарыққа шығу керек. Өйткені ондай бізде дефицит деген жоқ. Мысалы, мен өзім білем ғой, Казгудың жігіттері, ұлдар, қыздары живой да, тірі дейді ғой. Басқа универлермен біз талай жарыстарға бардық. Басқаларға қарағанда бізде жалындап тұрады жастар. Неге? Өйткені мына біздің Казгудың атмосферасы соған влияет да. Айналада өңшең, өзің сияқты мықтылар, сен анадан қалмайын, мынадан қалмайын деп ұмтыласың. Басқа университеттерде өкінішке ондай конкуренция жоқ. Соның нәтижесінде олар жасап жатырмыз ғой дейді, әйтеуір. Жасасақ болды ғой дейді. Анау жасау дегені жасадыңдар ма? Иә, жасадық та қояды да. Показуха үшін жасайды. Казгудың жастары қалай? Казгудың жастары шынайы энергиямен жасайды. Сонда сендер ол энергияны тек қана мынау Казгудың үздіктері деп шақырмау керек. Өйткені ол кішкене ғана объемда. Казгуда бір 100 бар шығар. Жақын арадан айтып жатырмын да. 2020-21-де бітіретіндерден, немесе 2018-дің түлектері 17-ін алсаң, бір 100 шақты адам шығады. Ол не ол? 100 шақты адам деген, нетесіңдер апта сайын сұхбат алсаңдар, ол барасыңдар да тірелесіңдер бір апта, бір жылдан кейін примерно контент жоқ. Сендер үлкен аудиторияға шықсаңдар, қазу үздіктері емес, Қазақстанның мысалы университеттерінің үздіктері десеңдер, сендер сонда үлкен неге шығасыңдар. Одан соң сендер Нұрлан Қоянбаев шақырсаңдар болады. Нұрлан Қоянбаев ағамыз мәселен бизнес по-казахскимен бүкіл Қазақстанды жарды. Сұңқардың несі? Айтады ғой сендерге. Ой, Сұңқарда кезінде Нұрлан Қоянбаев болған дейді. Сұңқарда кезінде анау болған. Мысалы Әлібек деген ағаларың бар. Ол жігіт қазір осы неде қателеспесем, Жемпиде қателеспесем сол жақта жүрген тұғын. Осы Сұңқарда болып жүрген, осы араласатын Бәке блогер деген жігіт бар. Ол жігітте осы Казгуда мен кезінде 2-ші курста вайн түсірген ол жігітпен. Ол жігітте машалла, Алла разы болсын, ағамызға өте жақсы дүниелер жасап жатыр да. Одан кейін айта берсек енді Казгуда өте мықты түлектер бар. Бірақ жаңағыдайда шектеп қоймау керек. Мен сендерге айтып жатқан себебім, сендер осыны мысалы өздеріңнің нандарын қылып алсаңдар болады да. Түсіндірсіңдер ма? Сендер осыны жұмыс қылып, ертең дамытып, үлкен нені жоба қалсаңдар болады. Сөйтіп ақша тапсаңдар болады. Мысалы, ол сұхбат деген жарнама да. Сендерге ол менің кішігірім кеңесім болсын, тегін, ешқандай ақсыз. Оны ертең сендер дамыта берсеңдер, мысалы, журфактан шақырасыңдар, журналистті отырасыңдар, жаңағы видеографты отырсасыңдар ана жерге. Сөйтіп сендер мықты аудиторияға шықсаңдар болады. Өздерің тек шектеп қоймауларың керек та. Одан соң енді мен өзімді айтатын болсам, жаңағы мен негізі ағартушымын деп айтуға болады. Ағартушымын. Өйткені енді ондай маман жоқ қой. Ана жобаны айналысып жатқан, мына жобаны айналысып жатқан, ана айналысып жатқан. Сонда айтады да, мысалы, сен кімсің деуі мүмкін соңында. Біреуінің сесі деп алуы мүмкін. Сондай кезде мен айтамын, мен ағартушымын. Ағартушымын деген кезде біреулер не істеуі мүмкін, енді аудиторияң ішінде әртүрлі адам болады ғой. Ой, сен ағартушымын дейтін сен кімсің? Ағартушы ол Абай Құнанбаев, ол Ыбырай Алтынсарин деуі мүмкін. Мен ондай адамдар болатын болса, бірден айтам, әрбір қазақтың жасы, әрбір қазақтың жалындап тұрған жас жігіті, қызы, ол ағартушы болу керек. Дәл қазіргі таңда, мынау 2021 жылы сондай болу керек біз. Өйткені сен өзіңде білесің ба, бөліс. Ол білмегенге пайдасын тигізеді. Өйткені ол орыстарда сондай дүние бар, олар білгенмен бөліседі. Жасырып қалмайды. Ал бізде қазақта қызғаншақтық деген нәрсе бар да. Ол мен сізде қаншама адам айтып жүр. Қызғаншақтық, жаңағы бір ағаларымыз, мысалы, теплицаларын барып түсірейін десе, кіргізбейді дейді. Ой, не қыласың, көз өтіп кетеді, бірдеңе, ол дұрыс емес.
Сондықтан мысалы сен де мысалы казгуда оқып жүрсің, сен географияда оқып жүрсің да, сен өзіңді мысалы мен ашын оқып жүрмін, не бөлсем деп ұялуың мүмкін да. Жоқ, сен ауылда жүрген жастарға қарағанда сен үлкен нәрсе жасап жатсың да. Түсіндірсің бе? Ауылда сенің орныңда болсам деген қаншама қазақтың жастары бар. Сен соларға бөліс, сен айт, оларға түсіндір. Мысалы оператор бауырымыз мынаны қоямайтындар бар, штативқа мына тұрған нені, камераны қоямайтындар бар. Штатив деген не дейтіндер бар да. Рас, сондайлар бар. Соларға түсіндіру керек, айту керек, жеткізу керек та, бөлісу керек. Сол себепті мен айтарым, әрбір қазақтың жас жігіті, жастары ағартушы болу керек. Одан ұялмау керек. Ол Абырай Алтынсарин ағартушы болған. Біз кімбіз? Ол болмайды. Мағжан Жұмабаев мысалы қателеспесем 20 жасында ма педагогика деген оқулық жазған. Олар сол жас кезінен бастап жасады, сөйтіп жастай олар атылып кетті да. Кеңес жаңағы Қызыл империя, өкінішке орай атеисттер, олар адасқандар да. Солар оларды атып жіберді, өкінішке орай. Сондықтан әрбір қазақтың жастары олар ағартушы бола алады. Мен сондықтан мен де басында ойладым, мен де ағартушы болсам, қалай болады ол? Ондай сәл не болады да, қысым болады. Сөйтіп мен айттым өзіме, мен жасап жатырмын. Мен жасай да берем, Алла бұйыртса. Сондықтан мен өзімді позиционировать еткен кезде мен жас ағартушымын деп айтуға болады. YouTube арнамда барлық видеоларымды солай бастаймын, көрсе болады енді. Сондықтан сендерге үлкен алғысымды білдірем, Алла бұйыртса. Мен ағартушымын деп аяқтағым келеді, Алла бұйыртса. Бүгінгі біздің аудиториямызға, көрермендерімізге керемет сұхбат болды деп ойлаймын. Сізден тәлім алып, тәрбие алып, жастарымыз өзгереді деген, ойларым өзгереді деген ойдамын. Тамаша. Бүгінгі сұхбатыңыз үшін сізге рахмет. Бүгін бізде қонақта болған саясаттану және философия факультетінің 4-ші курс студенті Славбек Ернар Маратбекұлы. Сізге көп рахмет. Алдағы уақытта жобаларыңызға тек қана сәттілік тілеймін. Ең алдымен қазіргі кезде актуалды күтті. Денсаулығыңыз мықты болсын. Ауырмаңыз, қамаңыз. Және алдағы уақытта тек қана сізге сәттілік тілейміз. Жақсы, сендерге де сәттілік.